Сәлем достар, қазір мен сендерге генералстың екі тәсілін көрсетемін, қалай орнату керек екенін. Біріншісі бұл әрине официальный версиясы. Бұл официальный версиясын бұл Steam'нан сатып аласыңдар. Steam'нан Command Conquer Zero Hour деп жазсаңдар поисыққа. Тура осылай сатып алсаңдар болады. Ол наборы 10.600 теңге тұрады. Ол негізі анда-санда скидкамен 3.600 теңгеден сатылып тұрады. Екінші вариант бұл әрине пиратский, яғни қарақшылық жолмен скачать ету. Мен сендерге торрентпен тартыңдар деп айтып түсіндіріп отпаймын. Қарапайым ең оңай тәсілін көрсетемін. Маған личкама жазыңдар, Telegram группа деп. Telegram группада мынандай файл бар бізде. Генералс механиканың кәдімгі жіберіп қойғам. Вируссыз, чисто осы жерден. Бұл ең приколы, бұл орысша. Интерфейс орысша толығымен. Осы жерден скачать ете берсеңдер болады. Осыны скачать етіп болдыңдар. Одан кейін ол әрине этот компьютердің ішінде загрузкеге тақалады. Осы жерде, дұрыс па? Менде қазір ол астына түсіп кетуім себебі бұл бұрын орнатқанымша бұны. Қайтадан бұрын орнатқандықтан қайтадан тартып жүру мәнсіз. Сендерде бірінші тұрады әрине. Оны тура осылай скачать етесіңдер. Steam'нан скачать етсеңдер де, осы жақтан скачать етсеңдер де бәрі бірдей. Міне көрдіңдер ғой. Ашқаннан кейін сетап деп программа шығып тұрады. Осы сетапты басасыңдар. Да дейсіңдер. Орысша әрине. Да деп бұрынғы нелердің файлдарын удалить ете салайын. Міне. Бұрын сұранып етіп қайттан орнатып жатырмын ғой мен. Сондықтан да қазір екінші рет сұрайды менен. Иә, да дейсіңдер дағыны. Міне, қараңдар. Все, осылай басасыңдар дағыны. Сетапты басып кіргеннен кейін да деп кіре бересіңдер. Механиканың сайты әрине. Механикадан тағы да тура солай папканың барлығын бір файлға орнатып атсыңдар. Мысалы, қалай жерге орнатқандарыңды әрине естеріңе сақтап қаласыңдар деген үміттемін. Миларыңды ашытпай, просто басқа папкаға ауыстырмайды. Просто да дәлеу деп кіріп кете салған оңайырақ. Кейін потом мод установить ететін болсаңдар, бөлек папкаға бәрін ойынды жайғастырып аласыңдар. Тек General Zero Hour онлайн ойнайын дейтіндерге тура осылай тіке кіре беруге кеңес беремін. Департаментом модной полиции города Шымкент было проведено оперативное задержание гражданина за чрезмерный уровень стиля в общественном месте. Источник нарушений выявлен быстро. Магазин «Шопан». Именно там зафиксированы массовые... И до нас не дойдет, да? Опа-та! Пидоралыга, волновалась. Жетпейм, а бүгін жетпейм, ощущением. Пацанам нравится быть такими, типа, о, я бы убил за тебя. О, я бы умер за тебя. Что ж, я стал бы добрым для тебя. Оянатын кез келді достар. Қараңдар, бұның бір артықшылығы бұл орысша болады. Ал ана Steam'нан сатып алу, ол өкінішке орай ағылшын тілінде интерфейсі. Қараңдар, бұл ойынды орнаттық. Одан кейін не керек бізге? Осы жерде Genpatcher деген айдар басталады, жігіттер. Genpatcherде қараңдар, мысалы сендер Googleға кіресіңдер де Genpatcher деп жазасыңдар. Genpatcherдің ішінде бірінші тұрады, мынау Legionnaire деген сайт па? Сол бірінші тұрғанын скачать етесіңдер, оны прямая загрузка LGD SSS деп тұрады. Орысша Direct Download from LGSS деп тұрады ағылшынша. Осыны скачать етесіңдер, нерде
файлда загрузить етіледі. И файлды ашасыңдар да деп тоже запуск деп кіріп кетесіңдер. Как будто вирус кіріп кеткен ұқсап судорог ұстай бастайды компьютерларың. Тық еткізіп қазір. Міне, уже орнатылып жатыр. Қазір бұны орнатып аласыңдар дағына, не істейсіңдер? Қазір көресіңдер. Әрине генпатчер ашылады. Генпатчердің ішінде бізге керегі установка етіліп жатыр. Сразу айтайын, генпатчер орнатылудан алдын бірінші гентул орнатылып, сендерде гентул орнатылмай қалуы мүмкін да ше. Сол, міне қараңдар, мен сразу гентулды установить етем. Гентул сендерде установить етілмей жатса, сырттан встроено андай Google-ға гентул деп жазып, гентулды орнатып алсаңдар болады. Міне, содан кейін болғаннан кейін исправитті басасыңдар. Бұл сендерге сразу DirectX орнатып береді, и качество қылып береді. Ойында Windows 10-нан 11-ге туырлап береді ғой, короче. Ойын қатпайтын болады, атпайтын болады, стабильный болады ойынша, бір сөзбен айтқанда. Сендерде екі генералс болып кетеді, жоғарыда көріп тұрғандарыңдай. И мына екіншісінде бұл керегі интерфейс. Интерфейсте сендерге ойынды алыстан көрсетеді, и 1920-1080 качество береді. Бұны әрине орнатамыз. Бұны орнатып болғаннан кейін сразу игра по сетиге кіріп, мынаяққа кіре берсеңдер болады ше. Жоқ, мен бірақ мына жерден қараңдар, өзіме керек заттарды установить ететінім бар ше. Бұл сендерге керек болмауы мүмкін, сол үшін не обязательно бастарыңды қатырмаңдар, жігіттер. Үш жерлерді сәл өткізіп жібересіңдер, Жоқ, английский қоя салайыншы. Мыжып кеттім ба? Үш жерлерді сәл өткізіп жібересіңдер. Все, болды. Стоп, үш жерді тоқтат, үш жерде игра по сети қалай болатын көрсетемін. Не? Ең керегі мен ойнайтын дос балдармен ойнап жүрген сервер, бұл игра через Radmin VPN. Radmin VPN басасыңдар, сендерді Radmin VPN сайтына жүреді. Үш жерден скачать етесіңдер да. Скачать етіп болғаннан кейін не, кіресіңдерді присоединять сетиді басасыңдар. И оның ішінде 0 деген тауып аласыңдар. 0 деп жазасыңдар. Үш жерде мен русский 14 деп отырам. Русский 14-ті тауып алайық енді. Зерахау русский 14-не таптым. Все, болды. Енді кіріп, тіке генералсқа кіре берсеңдер болады ше. Жоқ, мен андай, не дейтін еді аты? Radmin VPN-сіз генералс онлайн рейтинг ойнайым дейтіндер, онда сәл күте тұрыңдар. Мен аны бірінші тексеріп көрсетіп жіберейін сендерге. Онда ана генералс онлайн деген жаңа Radmin VPN сол жағында тұрды, соны установить ету керексіңдерді. Ал жоқ, мен қазір чисто немен де ойнай берем дейтіндерге көрсетіп жатырмын. Radmin VPN-мен де ойнай берем дейтіндерге. Негіз Radmin VPN-мен қасындағы дос балаңмен екеуің бір серверге кіру керексіңдер ғой, міндетті түрде. Сразу алып тапты басып смело жүре бересіңдер ше. Мен мысалы жұрттар кіріп отыр. Кейде сендерде адам шықпай қалады ше, ол кезде не істейсіңдер? Опцияға кіресіңдер да. Не қараңдар. Мына 192-ден 26-ға ауыстырасыңдар ғой, түсіндіңдер ма? Все, болды. Ал енді жаңағы болды, ойнай бересіңдер ғой енді. Ана нені түсіндіріп жіберейін, мына кім не дейтін еді аты? Генералс онлайн ойнағымыз келеді дейтіндерге. Генералс онлайн ойнағымыз келеді дейтіндерге міне қараңдар. Генералс онлайнның сайты тұр, тура осылай. Генералс онлайн сайтынан кіріп басасыңдар, осы жерден ақ, или Google-ға кәдімгідей жазсаңдар да болады, без проблем. Тура осы жерден скачать деп басасыңдар. Скачать етесіңдер, скачать етіледі ол. Міне, тура осылай скачать етілді. Генералс онлайн деп не шығып тұр. Тура осыны басасыңдар, да деп. Аккепт қабылдаймын, да дейсіңдер дағын. Міне, осы жерде көп
кейбіреулерде проблема шығып жатады, түсінбей жатады. Қалай мен мына жақтан таппай жатады ше, міне мысалы мына жақтан сен тауып алу керексің да ше, оны ше, бірақ ол ми ашуда оны тауып алу ше. Сол үшін мына жерден расположение файла дейсің, и осы жерден путь тұрады жоғарыда. Соны путьті көшіріп ала саласың ғой, копировать адрес дейсің ғой, короче. Копировать адрес дейсіңдер, нерге имя файла дейсің. Все, нерден файл сразу ашылады. И осы жерден мынаны таңдайсың да, генералсты, да дейсің, да деп, не, болды, установить етіп жібересіңдер, қараңдар. Кәдімгі генералстан бөлек сендерде тағы бір генералс пайда болады. Мына жерде үшінші генералс. Ол главный фактіге шықпады. Мына жақта главный экранда ол тұрып қалу керексе, бірақ сендерде тұрмай қалса, тура осылай расположение файлының ішінен генералс h дегенді тауып аласыңдар ғой. Оны мына қараңдар. Генералс онлайн h міне. Генералс онлайн h міне тура осылай шығып тұрады сендерде. Оны не жаққа шығарып қойсыңдар болады. Главный экранға тура осылай мен құсап қазір поделиться емес, отправить деген. Жерде дополнительные параметры де тұр екен ғой, короче. Дополнительные параметры отправить на рабочий стол. Міне. Отправить на рабочий стол. Ол әрине міне жерде тұр. Қараңдар, көріп тұрсыңдар ғой да. Осыны басасыңдар. Әрине дадан кейін міне қараңдар, осы жерде осылай шығады. Тіке кіресіңдер да, ойнай бересіңдер, все болды. Менің ойымша толық түсіндірдім деп ойлаймын. Жоқ, түк те ұқпадым, ойыным кірмей жатыр дейтін болсаңдар, онда ешкімге жазасыңдар. Мен сендерге ойынды бар болғаны 2000 теңгеге установить етіп берем. Иә, 2000 теңге кейбіреулер үшін қымбат болуы мүмкін. Жоқ, мен ақшам өлді, тындым дейтін болсаңдар, ол кезде бір сущняққа установить етіп берем мен ше. Бірақ жоқ, от души дейтін болсаңдар, 2000 теңгеге беріп, кәдімгі Каспийме салып жіберіп, неғып берсеңдер, вообще риза боламын ғой, от души кәдімгі. Тура солай қараңдар. Бұл жерде разницасы кәдімгі анада хайппен бітіп қалады. Бұл жерде very хайп бар, Full HD бар кәдімгі ше. И бұл жерде локальный нетворкпен емес, онлайнмен кіресің. Онлайнмен кіресің. Добро пожаловать в генералы сети. Мен де бірақ просто кіріп қойғандығымнан кіріп кетті. Сендер Steam немесе Discord сұрайды. Steamмен немесе Discordпен кіріп ойынды ойнай берсеңдер болады, жігіттер. Все болды, барлығы түсіндірдім деп ойлаймын. Сендермен болған әдеттегідей Олжабай, Аспандай, жерде қарасай. Давай.